Мәсих және Мәһди Мұхаммед пайғамбардың көзімен атты 40 хадис жинағынан алынған. Алтыншы хадис. Аллах тағалаға көтерілудің мағынасы. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. مسلم كتاب البر والصلاة باب استحباب العفو والتواضع. Абу Хурайра радиаллаху анху, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам, қайыр садақа беру дүние мүлікті азайтпайды, мейірімділіктің есесінде Аллах тағала адамға құрмет сыйлайды және мәртебесін көтереді деп айтқанын баяндайды. Хадистің түсіндірмесі. Имам Муслим бұл баяндаманы өзінің жинағына енгізе отырып, сол арқылы оның дұрыстығын растаған. Бұл хадис Термизи еңбектерінде және Муаттада да бар. Бұл хадистен айқын болатыны, рафаға сөзі Аллах тағаланың адамдарға мойынсұнғандары үшін тарту ететін құрмет, биік мәртебе және жоғары дәрежелерді белгілеу үшін қолданылады. Ал Аллах тағалаға көтерілу дегеніміз Иса алейхиссалам жеткендей Құдайға жақындау, яһудилердің оны өлтіріп, сол арқылы қарғыс атқан және жек көрінішті адам болғанын дәлелдей алмағандығын көрсетеді. Аллах тағала оны рухани көтерді және ол берген уәдеден білетініміздей тәуаффа жасады, яғни Исаға алейхиссалам зорлықсыз табиғи өлім берді. Сөйтіп Иса алейхиссалам рухани көтерілді. Өздерінің түсіндірмелерінде ғұлама Шаукани, Фатхул Хадир, мысырлық ғұлама дінтанушылар Шайх Мұхаммад Абду және Мұстафа Марағиде соны мойындайды. Шейітті ғұлама дінтанушы ғұлама Куммейде Икмалуддин кітабында осындай көзқарасты ұстанады. Араб тілінің сөздігі де рафаға сөзінің дәл осындай мағынасын береді. Рафаға құлау деген сөздің антонимі. Ал Аллах тағаланың көтеруші деген сипаты оның қарапайым мүміндерді игілік жолдай отырып көтеретінін, ал әулиелерді өзінің жақындығын сыйлай отырып көтеретінін білдіреді. Сонымен бұл сөз осындай мағынада хадистерде көптеп қолданылған. Бірде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: адам шын ықыласпен кішіпейілділік танытса, Аллах тағала оны 7 қат аспанға көтереді. Кейбір баяндамаларда бис-силсила сөзі қолданылған, яғни Аллах тағала ондай адамды әлдебір баспалдақтар арқылы көтереді, демек біртіндеп көтеретіні жайында сөз етіледі. Тағы бір баяндамада Алланың жолында мойынсұнушылық пен қарапайымдылықты ұстанатын адамды Аллах тағала бір сатыға көтеретіні және ақыр соңында иллииндер, яғни жоғары дәрежелердің қатарына енгізетіні айтылады. Тәкаппарлықпен жүретін адамды Аллах тағала бірте-бірте төмендетіп, оны сол біртіндеген күйінде төменгі орындардың ең төменгісіне бірақ түсіреді. Шиит әдебиетінде осылармен қатар жоғарыда айтылғанға байланысты тым астарлы тағы бірнеше баяндама бар. Абиссинияға шығу кезеңінде Хазіреті Джафар тайяр жерде отырған абиссиндік Негусты көріп қалып, неге бұлай отырғанын сұрайды. Негус Иса Мәсихтің алейхиссалам алған аян өзімен бірге мынадай түсінік әкелгенін айтады. Жаратушының құлдары Құдайдан әлдебір игілік ала отырып, өзінің бар жан тәнімен оған толық мойынсұнатынын көрсетуі керек. Сол себепті ол, яғни Негус, қазір өзінің қолы жеткен жеңіс үшін осындай бойсұнушылық көрсетіп отыр. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Негустың осылай дегенін естіген соң: бойсұнушылық адамды көтереді. Аллах тағала өздеріңді биік көтерсін десеңдер, сендер де сондай мойынсыну сезіміне беріліңдер дегенді айтты. Ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам намаз оқығандағы тұрысы, рукух пен сәждедегі бас июі бойсұнушылықтың жоғары бейнелерін көрсететін. Сондай-ақ ол екі сәжде арасында уарафағни, яғни уа Аллам, мені көтере көр деген сөздері бар дұғаны оқитын. Егер рафаға сөзінің мағынасы аспанға адамның тірідей көтерілетінін білдірсе,
онда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтатын бұл дұғаның Алла сақтасын бір ретте қабылданбағанын мойындауға тура келеді. Ал сол кезде Исаның алейхиссалам өмір сүруінің тоқталмайтыны жақтаушылардың пікірі бойынша оның бірінші дұғасының және халқының оған жәбір көрсетіп жатқанына шағынуының нәтижесінде Иса алейхиссалам дереу аспанға көтерілген. Сахих Бұхаридің жинағында Құранның әр сәтте ол өзінің ұлылығын көрсетеді деген аятына берген түсіндірмесінде әр күн сайын Аллах тағаланың бірнеше халықты көтеретіні және бірнеше халықты төмендететіні жазылған. Демек, рафаға сөзінің мағынасы рухани көтерілу екенінде, ал Исаның алейхиссалам көкке көтерілуі дәл сондай түрде болғанында жатыр. Хазіреті ғұлама Ибн Араби, бірақ Алла оны өзіне көтерді деген аятқа берген түсіндірмесінде Исаның алейхиссалам көкке көтерілуінің мағынасы Мәсихтің алейхиссалам жердегі жанының бұл әлемнен бөлініп биік әлемге көтерілетінін білдіргенін жазған. Демек, егер тіпті Исаның алейхиссалам аспанға тірідей көтерілгені туралы қандай да бір баяндама табыла қалса, онда ол Құран кәрімге және сенімді хадистерге қайшы келеді, яғни ойдан құрастырылып шығарылған болады. Ал Исаның алейхиссалам өлгенін тіпті христиан монотеистерінің ұстанатын нанымдарды растайды. Иса алейхиссалам әлі күнге дейін тірі дейтін нанымға келсек, ол христиандардың қиялдарының жемісі. Оны ғұлама Ибн Қайым, ғұлама Заркани, Науаб Сиддиқ Хасан хан, Маулана Абдул Қалам Азад, ғұлама Убайдулла Синдхи, Сер Саид Ахмад хан және ғұлама Ахмад Парвиз де солай деп сипаттаған. Олар бұл нанымды кейінгі христиандардың ойлап тапқаны деп жариялаған. Олардың пікірінше, орта ғасырларда оны түсінбеушіліктің құрбаны болған қарапайым мұсылман ғұламалары сенім ретінде қабылдап алған.